Адамды жасартатын коллаген мен биотинге бай жіліктің майын пеште дәмді және оңай пісіреміз. Көкбазардан жіліктің 1 килосын әкелдім, тазартып еппен жудым, қағаз сүлгімен сүртіп алдым. Енді әр жілікті тұздап шығамыз, кейін үстінен әрқайсысына қара бұрышты себеміз. Сарымсақ, яғни чеснокты майдалаймыз, жіліктерге жағамыз. Зәйтүн немесе сары майдан аздап саламыз. Енді пешке фольгамен орап, бу өтпейтіндей бетін жабамыз. Қызып тұрған пешке 190 градусқа 25 минутқа жібереміз. Оған дейін нанды пісіріп алайық. Жілікті қара нанмен жеген үйлеседі, алайда мен ақбатонға зәйтүн майын құйып, сарымсақты майдалап сеуіп, аскөктен аздап қосып, сол пешке 10 минутқа пісіріп алдым. Мінекей жіліктің майы дайын болды. Нан, жілік, май, көкөніс салып асап-асап жейміз. Жілік шақтырып, құс-құс деп таласып жеп өскен балалық шақтың дәмін енді сіздерге ұсынбақпын. Жіліктің сорпасын ішсе де өте құнарлы. Жілігін шағып, майын ішкен ұрпағымыз көбейе берсін.